Ақтаудағы кардиохирургиялық орталықта жуырда ғана тұңғыш рет жаңа туылған нәрестенің жүрегіне операция жасалды. Жарық дүние есігін ашқанына небәрі 4-ақ күн болған шақалақтың тынысы тарылған. Бірден кардиохирургиялық орталыққа жіберуге шешім қабылданды. Дәрігерлер оның өмірін сақтап қалды. Ребенок СИЗМ поступил к нам в клинику. Нәресте санитарлық авиациямен біздің клиникаға жеткізілді. Оның туабітті жүрек ақауы барын анықтадық. Шұғыл түрде операция жасалып, дәрігерлердің кәсіби біліктігінің арқасында сәби 10 күн ішінде сауығып үйіне жіберілді. Бұдан 4 жыл бұрын облыс әкімдігі аурухана басшылығының ұсынысымен басқа қалалардан 7 дәрігерді арнайы шақыртқан болатын. Осыдан соң тұрғындарға, әсіресе балаларға көрсетілген көмек едәуір жақсарды. Қазір мұнда ересектерден бөлек жылына 50-ден астам науқас балаға шұғыл операция жасауға болады екен. Бұл өзге клиникалармен салыстырғанда 3 есе артық көрсеткіш. Осыған орай Ақтауда еліміздің батыс өңірі бойынша аймақтық балалар кардиохирургиялық орталығын құру жоспарланып отыр. Бригада у нас собралась. Біздің бригада Астана, Мәскеу секілді ірі қалалардан шақырылған білікті мамандардан құрылған. Кардиоорталықтың әрбір жұмысын ұжымдық деңгейде атқару дәстүрге айналған. Науқастарға жедел әрі сапалы көмек көрсетуге дайынбыз.